Қайырлы күн баршаңызға. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менде бүгін балықты қалай қуырамын және де ұнға емес манная крупаға қуыратын боламын. Ең алдымен балығымызды тұзды суда жарты сағат ұстап алатын боламыз және сыртын ашып тазалап, осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Егер де сіздің балығыңыздың басын тастамаймын десеңіз, тура мен сияқты видеодағыдай етіп желбезегін алып, оны да қуырсаңыз болады. Бірақ кейбір келіншектер оны қуырмай лақтырып тастап жатады. Енді тұзын көреміз. Егер де тұзы сәл аз десеңіз, үстіне тұз сеуіп, жақсылап балықтарымыздың барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте манная крупаға оң жағын, сол жағын, алдын, артын, еш жерін қалдырмай, барлығын дерлік осылай видеодағыдай етіп ойнатып шығатын боламыз. Осы кезде майымызды газға жақсы отта қойып қыздырып алатын боламыз. Енді майымыз қызды деген кезде балығымызды екі бетінің әдемі қызарғанша қуырып алатын боламыз. Егер де балығымыз ірі болатын болса, кішкене аузын жауып бұқтырып алғанымыз өте пайдалы. Арасы кейбір кезде піспей қалуы мүмкін. Жалпы негізі балықты жарты сағат ұстау пісіру керек деп айтады. Себебі онда қаншама паразиттер кәдімгідей болатын болғаннан кейін жарты сағатта балықтың паразиттері өледі дейді. Сондықтан да мейлінше балықты ұзағырақ астын баяу отта қуырғаныңыз абзал. Мінекей, мендегі видеомда барлығы анық дерлік көрсетілген. Енді бізде осындай уылдырығы қалып кеткен. Мен уылдырықты балаларға жақсылап тұрып өздеріне жасап беремін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және аздаған сүт, тұз, бұрыш және ұнымызды керекшінше ұнымызды салып араластыратын боламыз. Яғни миксердің көмегімен араластырып алсаңыз да болады, немесе қасықпен араластырсаңыз жарайды. Енді мен бұл жерде көз мөлшерінен ғана жасадым, себебі әр балықта уылдырық әртүрлі болады. Сіздер тура осы видеодағыдай етіп, сол қоймалжың сұйықтықта жасасаңыздар болады. Енді мінекей ұнымызды салдық, жақсылап араластырдық. Балығымызды қуырып болғаннан кейін, содан кейінгі майға тура осы уылдырығымызды бірге қуырып алатын боламыз. Балалардың жақсы көріп жейтін ең сүйікті уылдырығы деп білемін. Біздің үйде балаларым балықты жей алмағаннан кейін міндетті түрде осындай уылдырықты бірге дайындап беремін. Және балығымыздың қасына қалауларыңызша күріш тамақтан немесе картоптан жақсы бір қосымша тамақ әзірлесеңіздер болады. Менде осындай сіздерге барлығын қалай жасаймын, барлығын бір видеоға жинақтадым. Алдағы уақытта көре жатасыздар. Міндетті түрде лайк басып, тіркеліп және комментарий жазуды ұмытпаймыз. Тағы да қосалқы сұрақтарыңыз болса, сіздерге тағы да қандай тағамдар керек, қандай тағамдарды мен көргілеріңіз келеді, каналға тіркеліп комментарийға тастаңыздар. Мінекей достар, біздің балығымыз дайын болды. Өте керемет. Сыртының ұнға емес, осындай манная крупаға ұнатып пісірсеңіздер өте керемет дәмді болатын сөзсіз. Мінекей біздің картопымыз да дайын. Ас болсын барлықтарыңызға. Жақсы, сау, сәлематта болыңыздар.